Бүгін мен ішім пысып тауық әпшемнің үстінен издеваться етейін деп қазанға емес, пакетке салып пісірейін дедім. Сөйтіп Магима, Сагима соның тауыққа арналған дайын приправасын алып, төбесін осылай айырып жыртып алтын тапқандай пакетін алып алдым. Приправасын тауықтың үстіне жаңбырлатып сеуіп жақсылап араластырып шықтым. Қолым осылай какай болды. Алдын ала сасық пияз, картошке сәбіздің терісін сыбырып, осылай патшағын шығарып тұрап. Сөйтіп мида ашытпай барлығын тауықтың үстінен салып, біратала араластырайын деп ойласам. Үйде ыдыс жоқтай таптар ыдысқа салып қойыппын ғой. Қайтадан ет әурешілікке түсіп, барлығын кеңдеу ыдысқа төңкеріп араластырып алдым. Енді барлығын жаңағы Магидің ішінен шыққан гламурный пакетигіне саламыз. Өзінің осындай дайын ремені де шығады. Картопты жарып, ол ішіне салафанға салып пісіріп жүрмеңдер айналайында. Жаңағы шыққан қызыл ремені мен пакеттің аузын жақсылап боп, тауық әпшеммен ауашылар қашып кетпейтіндей жақсылап байлап духовкаға аттандырып 1 сағатқа ұмытып кетеміз. Бала-шағаммен миым ашып жүргенде 1 сағаттан көп уақытқа ұмытып осылай күйдіріп алдым қасқа даладыны. Өзімізге болады ғой деп опырып тұрып жеп алдық. Дәмі мошни болған атақ жасап көріңдер.